көтөр өзүңө. Аны тыйымдары маған жаңғағына тағы берді ғой. Так, үйімде жақсы киімдерімді киіп алшы менің что-то кейбір пір болып кетті ғой. Бірақ ауысуға жағдайы жоқ. Сондықтан далаға шыға берейін. Так, мен енді кеттім, аюға барып келмеймін ба, я? Барып аюға барайын мен. Аюға кеттім, өш. Мә, аюдың үйіне келем дегенше түн болып кетті ғой. Так, аю, қалайсың? Жақсы. Мә, мұнда қалай келейін, не бар, аю? Істеген жоқ. Ештеңе қалмадың ба не? Сен отыра бересің ба? Кеттім мен. Қаға. Түн болды. Мен де сен үйге бір күн болайын өйткені үйге барам дегенше азанып кетеді қыз. Мына жерде жатамын мен, жарай ма? Мен жатам бұл бұяққа. Мен қайда жатам? Білмеймін. Бір жаққа жат. Мыяқта не? Ойбай, туалетке өт. Тоқтап күте тұр. О, кайф. Аю, кайф. Не істейміз, аю? Азан болғанда бір тиындар маған жәлде жаңақтан шабуыл жасады ғой, ше? Орда өрі керек жоқ қой. Кеттік па біздің үй жаққа? Ема, аю қақа? Дала қараңғы ғой. Аю, мен қорқам. Кел артында. Мен қорқап жүресің ба? Мә, достар, қазір аюдың артынан барсақ не болатынын білмей тұрмын мен. Кеттік артынан барайық. Мен жолда жеп қоймаса болды. Маша. Ау, не болды? Маша! Не болды деймін? Маша! Не болды, қой? Ештеңе. Бега кезет кірдім, мане. Бега кезет. Достар, осылайша біздің видео аяқталды. Келесі жалғасын шыққанын қаласаңдар, міндетті түрде достар лайк басуды ұмытпаңдар. Сендер үшін мен контент жасадым, бірақ ұзаққа созылмады, сондықтан кешіріңдер.